Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге оқырман подкасты және оның ұйымдастырушысы әрі жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгінгі алғашқы подкасттың тақырыбы кітапты қалай таңдау керек. Жалпы бұл сауал әр оқырманға қызық деп ойлаймын, себебі әр таңдау ол біздің тағдырымыз. Бұл эпизодта кітапты өзіңіз қалаған жанрға қалай бөліп қарастыруға болатыны жайлы айтамыз. Осы тақырып төңірегінде бүгінгі подкаст қонағы Фараб кітапханасында өткен 2023 жылдың алтын формуляр байқауынан үздік оқырман номинациясын алған Зияда Нұрболқызымен бірге талқыға салатын боламыз. Сәлем Зияда, қалың қалай, жалпы көңіл күйің қалай? Сәлеметсіз бе, көңіл күйім тамаша, қалым жақсы. Менің атым Нұрболқызы Зияда, мен Ахмет Байтұрсынов атындағы номер 1 мектептің 9 сынып оқушысымын. Осы күнге дейін мен 89 кітап оқыдым бір жылдың ішінде. Мәссаған, 89 кітап. Бір жылдың ішінде 89 кітап саған қалай ауыр тимеді ма? Ол 89 кітапты сен бірден алдыңа мақсат қойып, мысалы бір күнде осыншама бет оқимын деген сияқты мақсат қойдың ба, қалай болды? Мен бұны хобби ретінде бастадым. Кітап оқығым келді. Басында әдеби кітаптардан бастадым, шытырман оқиғалар оқыдым, детектив оқыдым. Және осы оқыған кітаптардың арасында маған әдеби кітаптар ұнады. Себебі уақытта халықтың баяғы тұрмыс тіршілігі, қыздардың басынан өткен оқиғалар айтылады. Мен осылай қызығып, кейін 89 кітап оқып тастаппын. Осы әдеби кітаптарды оқыған кезде өзің қандай бір күй кешесің, қандай, мысалы болады ғой, бір фантазиялық жанрда не болмаса әдеби кітаптарды оқыған кезде бір ерекше күйге еніп, бір басқа әлемде жүргендей боласың. Сол өзіңнің сезіміңді айта кетсең, кітап оқыған кезде. Кітап оқыған кезде оқи берген сайын әдеби кітаптарда адамды басынан аяғына дейін керемет суреттейді, көздерін, аузын, сол кезде көзің елестетесің. Кейін сол кітапты оқи берген сайын сол оқиға сен көз алдында болады, және сен өзіңе бөлек бір әлем аша алғандай боласың. Кітапты оқи бересің, қалай тез уақыттың өтіп кеткенін де байқамайсың. Кітапты оқыған кезде күшті сезім болады. Фантазияларды мен көп оқымаймын, әдеби кітаптарды оқыған кезде енді күшті. Негізі шынына келсек, маған бір детектив не болмаса бір шытырман оқиғалар, фантастикалық демей-ақ қояйын, бір шытырман оқиғаларға толы кітаптар ұнайды маған. Мысалы, көбінесе шетелдік кітаптарды оқимын. Соның ішінде Агата Кристидің кітаптарын оқығаным кезінде. Бірақ қазір уже есімнен шығып қалды. Бір қайталап кітап саласынан негізі шығып кеткеніме біраз болды. Жалпы кітап оқымаған оқырмандарымызға, кейбір оқырмандарымыз бізде қысылып жатады. Кітап оқымаған оқырмандар өзінің ойын дұрыс жеткізе алмайды, не болмаса сөздік қорының көп болмауы кедергі болып жатады. Яғни сол оқырмандарымызға, адамдарға қоршаған ортасы әсер етеді ғой. Сол қандай қоршаған ортасы, қандай адамдарды дұрыс таңдай білген дұрыс. Қазіргі кезде мен жасты қыздар, адамдар болсын, даже үлкендер болсын, өз ойларын толық жеткізе алмайды. Себебі бұл кітап оқымағанның әсері, және де сенің қоршаған ортаң кітап оқитын, сөз қоры кең адамдармен дос болуың керек. Себебі сен ол адамдар саған неше түрлі әдеби сөз айтады, өзің ойын жеткізе біледі, сен солардың сөздерін өзіңе сіңіріп аласың, және де сен соны сол адамдар сияқты сөйлейтін боласың. Мысалы, мүлдем сөз қоры жоқ, паразит сөздермен сөйлейтін адамдармен дос болсаң, сен де тура сондай боласың дегендей. Бұл да әдеби кітаптарды көп оқитын, немесе кітап оқитын адамдармен дос болған дұрыс. Өте керемет. Бүгінгі подкасттың қонағы болғаны көп рахмет. Бүгінгі подкасттың негізгі тақырыбын аша алдық деген ойдамын. Жалпы өзіңе подкаст ұнады ма? Мен осы арқылы өзіме жеке тәжірибе болды бұл да. Енді болашақта осылай сұхбат беріп тұрамын. Болашақта алдағы уақытта көптеген сұхбаттар беріп, бұдан өзге де кітап жинақ қорың кеңеюіне тілектеспін. Сіздермен бірге болған оқырман подкасты аман саулықта жүздескенше.